тоқты. Бұл кезеңде тоқтылар табиғат аясында жалғыз қалуға ұмтылатын болады. Ішкі жан дүниесін қайта қарастыра бастайды. Келеңсіз жағдайлар туындап, құпия қарым-қатынас пайда болуы мүмкін. Зиянды әдеттерге құлшыныс пайда болып, басқа адамдардың әсеріне тез ұшырауы мүмкін. Қаржы жағдайы көп өзгере қоймайды. Ал жұмыста, әсіресе зияткерлік саласындағы ұжымда қызметке қолайлы кезең. Іскерлік жаңа таныстықтар болашақта өз пайдасын әкеледі. Торпақ. Достармен қарым-қатынас қажеттілігі, романтикалық қатынастар, күтпеген сезім, іскерлік серіктестік барлығы осы кезеңде торпақтар үшін перспективалы. Әсіресе іскерлік байланыстар мен жаңа таныстықтарға қолайлы кезең. Зияткерлік қызмет, байланыс және ақпарат саласындағы жұмыс өте қолайлы болмақ. Жалғыз кемшілік жаңа сезімдерді іздеуде достарыңызбен және ұжымыңызбен қиындықтар пайда болуы мүмкін. Егіздер. Егіздерді бұл айда жұмыс саласында және мансабында үлкен табыс, басшылықпен үйлесімді қарым-қатынас, пайдалы іскерлік таныстар күтеді. Қызметтік роман пайда болуы мүмкін. Басшыңыздың көмегімен мақсаттарға қол жеткізіп, қызметіңіз жоғарылауы мүмкін. Сондай-ақ шетелдік серіктестерден қызықты ұсыныстар, қызықты саяхат, жаңа оқу туындауы ықтимал. Шаян. Шаяндар үшін білім алуға, табысты алыс сапарларға, шетелдіктерменен байланыстарға қолайлы кезең болады. Сіздерді қоғамдағы табыспенен танымдылық, сондай-ақ шетелдік жобаларды қаржыландыру күтіп тұр. Алайда істерде сақ болу керек. Сіздің алдыңызда мұрагерлік, салық, сақтандыру, банктік істер сияқты мәселелер күтіп тұр. Арыстан. Арыстандарда ақпан шиеленісті қарқынды сезімдерменен, құмарлықпен, қызғаныштың күшеюімен үйлеседі. Елеулі шығындар, алданып қалу, ақшаның жоғалуы немесе ұрлық сияқты келеңсіз жағдайларға тап болу ықтималдығы бар. Алайда сіз сыйлықтардан да құр қалмайсыз. Тіпті мұрагерлік мәселесі туындауы мүмкін. Сондай-ақ бұл жаңа таныстық және қарым-қатынас үшін ұстаздық ету үшін жақсы кезең. Бірақ бос сөзбенен өсектен сақ болыңыз. Бикеш. Сезімнің күшеюі, махаббат, романтикалық кездесулер, ілтипат және басқа адамға қамқорлық және қарым-қатынасты күшейту үшін қолайлы кезең. Көпшілік алдында шығуыңыз танымалдылық және сәттілік әкелуі тиіс, әсіресе сот істерінде. Бірақ мұның бәрі алаңдаушылық тудыруы мүмкін. Таразы. Ақпан айында жеке өмірге уақытыңыз болмай, жұмыс бойынша жүктеме көп болса да, ұжымдағы қарым-қатынасқа кедергі келтірмейді. Сондай-ақ қызықты шығармашылық адамдарменен танысуыңыз мүмкін. Дизайн, сұлулық, эстетикамен байланысты жаңа салада ұсыныстар пайда болады. Қаржыда артық табыс бола қоймас, ал бар қаражатыңызды ойын-сауық пен сауда-саттықтан гөрі денсаулығыңызға пайда әкелетін нәрселерге жұмсаған абзал. Саршаян. Ақпан саршаяндар үшін жылдың ең жарқын кезеңдерінің бірі болмақ. Жаңа әуестіктер, музыкамен немесе өнермен айналысу, шығармашылық көп болады. Махаббатқа, имиджді өзгертуге, сән-салтанатқа және көңіл көтеруге құштарлық күшейе түспек. Үйіңізге көптеген қонақтар келіп, туған-туыстармен қарым-қатынас нығая түседі. Бірақ бұл шамадан тыс шығындарды тудырады. Саршаяндар үшін бұл кезең сәбилі болу үшін қолайлы. Мерген. Мергендер үшін ақпан отбасында жақындарымен, ата-аналармен жақсы қарым-қатынас орнату үшін қолайлы кезең. Үйді жайластыру, әдемі заттар сатып алу, интерьер мен дизайн ойластыру, үй мерекелер менен салтанаттарды өткізу көрсетілген. Жұмыс бабында жаңа білім алу, тілдер үйрену, дамыту сапарлары болуы мүмкін. Тау ешкі. Сыныптастарменен, балалық шақтың достармен кездесулер, кітаптарға деген қызығушылық, сондай-ақ көптеген сапарлар менен жаңа таныстықтар болуы мүмкін. Жұмыс бабында таныстарды тиімді пайдаланатын жағдайлар туындайды. Су құйғыш. Ақпан айында су құйғыштардың іс-әрекеттері дәмді тағамдар дайындауға, әдемі киінуге, денсаулық пен сырт келбетті мәселелерін шешуге бағытталады. Осыған байланысты шығындар әдемі нәрселер сатып алуға арналатын болады. Сондай-ақ тәтті тағамдарға, қолөнерге, гүлмен айналысуға тартымдылық күшейеді.
Сонымен қатар қаржылық табыстың өсуі ықтималдылығы өте жоғары. Бұл су құйғыштардың қарым-қатынас саласының күшеюінің ашықтық пенен өз ойымен бөлісу ниетінің нәтижесі болуы мүмкін. Балықтар. Ақпан айында балықтардың көңіл күйі, тартымдылығы, олардың сыртқы келбетін өзгерту ниеті айтарлықтай артады. Бұл ғашықтық кезеңде балықтар өз дегеніне тартымдылығы арқылы қол жеткізе алады. Сондай-ақ алыс жақтан жаңалықтар, бұрынғы достармен кездесулер, шетелге сапарлар болады. Құжаттарға сақ болу керек, себебі оларды жоғалтып алу ықтималдылығы бар. Сондай-ақ сіз жайлы өсек туындауы мүмкін.